Бірқатар шетелдік сөздер түп нұсқасына ұқсас жазылады. Банкомат, бармен, супервайзер. Оларға қосымша буын үндестігіне сәйкес жалғанады. Онлайнның модераторға. Бірқатар кірме сөздер айтылуы бойынша жазылады. Тауар, нөмір, пошта, костюм, пәлте. Ё әрпі Ө әрпімен таңбаланады. Жонглер, монтер, шахтер. Қосымша соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанады. Жонглердің, актерге. Ц әрпі және СЦ әріп тіркесі С әрпі арқылы жазылады. Дедукция, лицензия, санкция, циклон, центнер, цензура. Ш әрпі Ш әріпмен жазылады. Училище, прапорщик. Әрпі Е әрпімен жазылады. Электр, эскалатор, поэтика. Ю әрпі әрпімен жазылады. Қосымшалар соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанады. Дистрибутер, валюта, тютор, сюжет. Я әрпі әрпімен жазылады. Заряд, князь, наряд, разряд, гриляж. Соңғы буынында әрпі жазылатын түбір сөздерге ашық дауыстылармен келетін қосымшалар ғана жуан жалғанады. Гриляж, гриляждың. Ескерту. И әрпінен кейін тұрған яның орнына А жазылады. Ассамблея, авиация, археология. Жіңішкелік белгісі бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі жазылады. Фольга, фольклор. Қосымшалар түбірдің соңғы буынына үндесіп жалғанады. Бандерольдің, вестибюльге, кафельдің. Ескерту. Жіңішкелік белгісі тұрған буында И әрпі болса, бұл белгі ескерілмейді. Айыру белгісі ескерілмей жазылады. Қосымшалар соңғы буын үндесіміне сәйкес жалғанады. Подъезд, разъезд, субъект, объект. Т-Ч әріп тіркесімен аяқталатын сөздердегі Т әрпі түсіріліп жазылады. Датчик, счетчик, матч. Д-Ж әріп тіркесі бар сөздерде Д әрпі түсіп қалады. Коттедж, менеджмент, челлендж. Қосымшалар үндестік заңы бойынша жазылады. Коттеджі. Бірақ бюджет, лоджи сөздерінде Д әрпі жазылады. Сөз соңындағы қайталанған қосар әріптің біреуі түсіріледі. Класс, холл, бал. Сөз ортасындағы қайталама СС, ММ, ЛЛ, ТТ, ФФ, НН, ББ, РР, ПП, ГГ, ДД, КК, УУ дыбыстарын білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады. Параллельді, коттедж, коммунист, хобби, иллюминатор, симметрия. Ескерту. Сөз мағынасына әсер ететін жағдайда, сондай-ақ өлшем бірлік атауларында қайталама дыбыстар сақталып жазылады. Доллар, масса, тонна, миллион, касса. И мен аяқталған сөздердің соңында бір ғана И әрпі жазылады. Гербарий, калий, кафетерий. Шет тілдік сөздердің соңындағы А әрпі сөз мағынасына әсер етпеген жағдайда түсіріліп жазылады. Фонем, кардиограмм. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп жалғанады. Координаттың, координатты, координатқа, координаттар. Бірақ математика, педагогика,
статистика, механика болып жазылады. Ст әріп тіркесіне біткен сөздердің соңғысы түсіріліп жазылады. Турист, активист, повес. Қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады. Экономистің. П, Х әріптеріне аяқталған шет тілдік сөздерге тәуелдік жалғауы жалғанғанда П, Х әріптері ұяңданбайды және қосымшалар жуан жалғанады. Шейхы, штрихтың. Ок әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан жалғанады. Педагогтың, педагогы, педагогтар. Эколог, экологқа, филолог, филологтар. РК, РГ, КС, ЛК, КЛ, НК әріп тіркестеріне біткен сөздерге қосымшалар жіңішке жалғанады. Очерк, очерктің. Хирург, металлург, полк, сикл, банк. КТ, СК, ПТ, ФТ әріп тіркесіне бітетін сөздерге қосымша У, И, дәнекерлері арқылы, ал КТ, НТК, СК сияқты құрамында К әрпі бар сөздерге тек жіңішке, басқаларына соңғы буын үндесіміне қарай не жуан, не жіңішке жалғанады. Фактіге пунктісі. Сөз соңындағы НГ әріп тіркесі ың әрпімен жазылады. Кемпинг, маркетинг. Қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады. Боулинг, боулингнің. Ескерту. Бір буынды сөздердегі ыңг тіркесі өзгертілмей жазылады. Ринг, ранг, сленг. Ағылшын тіліндегі түпнұсқасында W әрпімен басталатын кейбір сөздер U әрпімен жазылады. WhatsApp, Wikipedia, веб-сайт.